Шет ауданы Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, директордың бейіндік оқыту жөніндегі орынбасары әріптесіміз Түсіпханова Бану Амановнаға беріледі. Әріптестер, бүгін мінекей жалпы біздің мақтанышымыз қазақ халқының жалпы үлгі алатын Шабал Бейсенбекқызының оқуында бас қосып жатқанымызға қуаныштымын. Мен жалпы ұлттық құндылығымызға нені жатқызуға болады? Бірінші осы баяндаманы талқыламас бұрын мына бір бейне роликқа назар аударсаңыздар, практика бойынша жұмыс жасаңыздар дегеннен кейін сіздер кері байланысқа шығып. Мінекей, көрдіңіздер, әріптестер, бұл бейнероликтан не түсіндіңіздер? Пікір алмасып отырайық? Рахмет, дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Үш тілділік қазіргі заманауи қолға алынып жатқан кезде, әрине, тіл білген дұрыс шығар. Бірақ та біз өзіміздің ұлттық құндылығымыздың ең маңызды қазынасы ол өзіміздің қазақ тіліміз екенін ұмытпауымыз керек. Желіні ашсақ та, интернет желісін ашсақ та, тіпті жасы үлкен белі киген қарияға дейін, ақжаулықты анаға дейін қосылайық, бірге болайық, қалаулым деген бағдарламаларды көріп жатады. Бұл өтірік емес. Тіпті олар одан басын осы заманда, бұл заманда етегін кейінге жайып жатқан қазақ жерінде жар таба алмау деген бұл мүмкін бе деген сияқты. Сондықтан да әрине бұл туралы ғалым Нұрша Оразақызыма былай деп айтады: келешек туралы көп уайымдап, келешекті жасаймын деп әуре болудың қажеті жоқ дейді. Келешек біздің еш сияқты сол дүкеннен алған заттарына мұғалім шашу ретінде көрімдік берді. Алған жаңа затқа біздің салт дәстүрге көрімдік беру деген бар, иә? Ендеше бүгін мен сіздердің таңдап алған заттарыңызға көрімдік беремін деп көрімдіксіңдер. Көрімдігі ол ақшалай болды. 20 теңгелік және 10 теңгелік, 50 теңгелік. Сонда о бейнеролик қойды. Бәріңіз бірге қарасаңыздар. Біз бабамыздан қалған мұра деп қаден қапесі жатқанда көкпар кетті Қырғызға. Ал киіз үй мұхит асты. Қартамен қазымызды білмеймін, енді құмай тазымызға құмартып, жеті қазынаның біріне қол салғалы жатқандар табылды. Олар ит төресін қазақ емес, Орта Азиялық Борзай деп атамақшы. Мұхтар Мағауин тура 50 жыл бұрын 1969 жылы тазының өлімі повесін жазыпты. Шығармадағы тазы символдық образ. Сондықтан осы шығарманың бір қатпары тазының өлімі рухтың өлімі сияқты берілген. Өйткені қазақты тазысынан айыру, тегінен айыру емес пе? Жанашырлардың жанайқайына біз де қосыламыз. Әрине, естір құлақ табылса. Тазыны ешкім көрмейміз, өзіміз тұрған кезде, қазақ елінің ұрпақтары тұрған кезде өзіміз ұстап, өзіміз көрмейтін. Раз в год на фестиваль кумыса в немецкую деревушку съезжаются сотни людей. Экзотический для европейцев напиток привлекает не только ностальгирующих по родине выходцев из Средней Азии. Десятки литров напитка из кобыльего молока туристы раскупают за несколько часов. Советский солдат, попавший в советский плен и много лет проживший в Казахстане. Именно там Шторх заметил полезные свойства кумыса. Употребление напитка вылечило его от туберкулеза. Теперь из кумыса фермеры производят даже косметику. Мы начали производить косметику из кумыса 30 лет назад. Сейчас мы выпускаем два вида. Жигиттеринин ойыны. Мына ушул кыргыз элинин ат үстүндө ойнолуучу спорттун. Құрметті әріптестер, енді өздеріңіз көрдіңіздер, бұл жерде қандай проблема талқыланды? Міне өзекті проблема, иә? Қарап отырсаңыздар, бұл бесфальканы дамыта оқыту технологиясы тұрып, оның жаңағы көтерілген басты мәселені, себепті, салдарды, нәтижені анықтап берді. Сонда мынандай олар ұсыныстар айтты. Жалпы көкпар, тазы, ұлттық сусын, қымызды тіпті немістер өздері патенттеп алған, біз қазақтықы деп мақтанып жүрген кезде. Сонымен қатар міне мұндай заттар айтты. Біздің тіпті керемет деген мынау аштық жылында алып қалған, өздеріңіз білесіздер ғой, жұт поэмасын, иә, Жансүгіровтің, Ильястың, иә, былай деп айтады ғой, көр азабын тірідей көріп жатыр. Демекші мысалға айтады, күніне қазақ мыңдап өліп жатыр, тұқымы сағат сайын кеміп жатыр. Өз баласын үйітіп сирағын жеп, көр азабын тірідей көріп жатыр дейді. Бұл жердегі сол зұлмат жылдағы қазақтың аштықтан алып қалған сол құмай мен қыранның, сол біздің керемет тазымыздың
басқа борзайлық азиялықтардың емденіп алып жатқаны бұл қаншалықты проблема, бұл үлкен проблема. Ал оны шешетін кімдер? Оны шешетін әрине ары қарай да ізденетін өзіміздің ұлттық. Соны мен міне алдарыңызда көріп тұрсыздар, жаңағы қыран айтқан, аштықтан алып қалған, сол сияқты мінекей бүркітіміз, құмай тазымыз. Міне осы сабақта сонымен қатар мынау Тікелбек Кәбілі өзі хабарласып отырып, жалпы құмай тазының және де басқа да біздің ұлттық құндылықтардың мағынасын ашуда балаларға сұхбат жасады. Солай отыра ол өзі мынандай тікелей эфирге шығып сұрақтар берді. Бұл жерде әрине еліміздің ұлттық қауіпсіздігі, бүкіл әлемдік өңірлік мәселелер шешу, жаһандық тұрғыдан қатысу, эвристикалық сатыда осы аудиоларды тыңдап, жалпы оның қасиеті, енді сонымен қатар жалпы жылқы малын біз қасиетті дейміз. Ал жаңа бір бейнероликта көрдіңіздер, баспаханада біздің қасиетті жылқыны басынан ұрып құлатып жатқаны, мұны жасап жатқан қазақтар. Басқа ұлт өкілдері оны емденіп, қымызынан тіпті емдеп, дәрі жасап, косметика шығарып жатқанда, біз неге осылай қатыгездікке барамыз? Бұлай болуының себебі неде? Деген сияқты міне өте ойланатын сұрақтар. Соған қарай электронды оқулық, мектепте жылқыны ат баптау деген электронды оқулық бар. Және Дархан елі, Дархан қазақ елінің ерекшеліктері деген оқулық бар. Сол оқулықта жылқы малының қасиеті биенің ашымаған сүтін саумал дейді. Қымыз мұрындық деген игі дәстүр де бар. Алғашқы қымызды үлкендерге тарату дәстүрі. Енді бұны бәрін әрине тыңдап отыру оңай емес, бірақ соңында енді балаларға әрі қарай да біз енді құндылықтарды, рухани құндылығымызды әрі қарай дамытуымыз керек қой. Сонда шығармашылық сатыда оқушылар міндетті түрде бұл жерде өздері тест сұрақтарына жауап берді, ұпай еншіледі, жаңылса жаңылғандығын білді, сонымен қатар саумалдың не екенін біліп шықты балалар. Сонымен қатар ұлттық құндылық, ұлт болашағы тақырыбын ашу үшін шығармашылық сатыда 5 жолды өлең, сурет салу, поэзиялық өлең тұрғысынан да балалар өнерлерін көрсетті. Сонымен қатар мен түйген ой, 1 минутта әдісі мен көбіне сабағымда жиі пайдаланамын. Бұл өте бір қызықты әдіс. Енді бұл сабақта емес, басқа бір сабақта оқушылардың қолданғаны. Яғни қазіргі таңда Қазақстандағы қай нәрсеге көңіліміз толмайды деген сұрақты дәл сол кісілерге қоямын деді. Өзіңізді 3 түрде сипаттап берсеңіз. Салмақтымын. Керекке. Сонда міндетті түрде рефлексия болу керек, мұғалім міндетті түрде кері байланыс қалыптастырушы бағалау болу керек. Сонда ұлттық құндылық асық тарату әдісіменен жүргізіліп отырды. Балалар қаншама үйлеріне асық жинап апарды. Сонымен қатар сабақты қорытындылаған кезде оқушылар осындай сабақтардан кейін үйге өздеріне ізденуге ұлттық құндылық, ұлт болашағы деген тақырыпта эссе жазуға берді. Ал қазір білесіздер, эссе өте үлкен өзекті тақырып, қорытынды аттестаттауда эссе жазады. Мынау жалпы қазір мұғалімдердің аттестациясында да эссе жазады. Ендеше осындай сабақты көрген бала міндетті түрде тамаша, сондай бір әсер алатын, мағынасы ашылған эссе жаза алатынына сенімдімін. Сөзімді қорытындылай келе, білім алушылар өз көзқарастарын еркін білдіреді. Мұғалімнің қол берген әдіс тәсілдерін тиімді пайдаланып ойларын жүйелей алады. Білімге құштар болып өседі. Бір-біріне қазақ, дос деп көре алатын рухани жан дүниесі биік, жеке тұлға қалыптасары анық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Мен Шет ауданы Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, директордың бейіндік оқытушысы жөніндегі орынбасары Сыпханова Бану Амановна марапатталады. Бану Амановна, марапаттарыңыз құтты болсын. Бану Амановна бізде облысымыздағы педагог шебердің бірі. Өзі қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімдерінің ішінде айландырған 3 шебер бар. Соның біреуі осы біздің Бану Амановна. Өткенде форумда да үлкен жаңағы тәжірибесімен бөліскен. Бану Амановна, марапатыңыз құтты болсын.